Сәлем жолдастар, қалдарыңыз қалай? Бұл көзқарас подкасттың келесі эпизоды. Мен бүгін өзіме қатты ұнаған, өзіме қатты керек қонақты шақырдым. Сіздермен таныстырғым келеді, өйткені өзім бірінші танысқан кезде қатты таңғалдым осындай мамандардың бар екеніне. Және де менің аудиториямда мен білем, IT-ға қызығатын, IT саласында жұмыс тапқысы келетін, IT саласында мансап қуғысы келетін оқырмандарымның бар екенін білемін, және сол адамдарға, жалпы IT-ға қызығатын адамдарға жол көрсететін адаммен танысқан кезде мынаны, бұл кісіні, мынау отырған адамды, осындай адамды қазақ аудиториясы танысын дегім келді. Ол бірінші фактор. Екінші фактор, Мирас Топпаев. Менің бүгінгі қонағым жай ғана қарадомала қазақтың баласы. Бірақ шетелдегі көптеген топ компанияларға, IT саласындағы мамандарға, сондай компанияларға жұмысқа тұруға көмектесетін рекрутер. Мирас Топпаев, қош келдің. Рахмет. Өте қуаныштымын. Біріншіден рахмет шақырғандарыңызға. Так, бастайық. Бастайық, иә? Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана. Керек теңдік, еркіндік, керек теңдік. Соңғы 4 жылда жұмыс істеп жүрсің, иә? Рекрутер болып 4 жылдан аса, бір компанияда, соңғы Америкада 3 жылдан аса. Рекрутер мамандығында 4 жылдан аса жұмыс істедім. Примерно өз есептепті 1000-нан аса интервью жүргіздім деп, мне кажется, одан көп сияқты. Неге көп, иә? Өте әйгілі компанияларға жақсы мамандар тауып берген жігіт. Оның ішінде New York Times, City Group, Stash және басқа да компанияларды өзің айтасың деп ойлаймын. Кім түсінбей жатқан болса, интервьюдің көру барысында сіздер көп нәрсені түсінесіздер деп ойлаймын. Соңына дейін тыңдаңыздар, көзқарас подкаст каналына жазылуды ұмытпайсыздар және обязательно міндетті түрде лайк қоямыз. Мирас, неге мен саған таңғалдым айтайын ба? Сен жай ғана қазақтың қарадомалақ баласы Нью-Йорктың компаниясында жұмыс істейсің. Көптеген қазақтарға, одан бөлек қырғыздарға, өзбек ағайындарымызға жұмыс тауып бересің. Әлемдік компаниялардан. Бұл жолға қалай келдің? Вообще қайдан шықтың сен, айтшы? Әрине, негізі мен осы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық деген ауылда туылғам. 1993 жылы. Мен енді қазір қысқаша айтып кетейін, мен қазақша сөйлеймін, бірақ кейбір кездерде орысша фразалар, орысша жалғасып кетуі мүмкін, сондықтан да қатты сөкпеңіздер. Так, получается, 6 классқа дейін сол ауылда туып өсіп, 6 классқа дейін оқып, содан 6 класста мамам Дарын деген, ол кезде жаңағы для одаренных детей деген школа бар ғой, барлық неде, елде, қалада. Соған мен ауыл Ақтау қаласынан примерно 1 сағаттық жердегі ауыл, Таушық деген. Сол жақта барасың ба деді. Мен өз басымда ештеңе жоқ. Ладно, если осы саған, мен өз ешқандай ештеңе шешпеймін. Просто мамам айтты, барасың деді. Хорошо, барам. Содан экзамен тапсырып, екінші экзаменен ба, негізі технический классқа тапсырғам, математиканы. Хотя я математиканы көп білмеймін, не шарю. Больше я гуманитарий человек. Потом получается так, что математиканы мен аз алғам балды, но ағылшыннан кішкене көп алғам, содан мені ағылшын классқа ауыстырып жіберді, сразу автоматически. И получается 5 жыл бойы 11 классқа дейін ағылшын тереңдетіп оқытатын класста оқып шықтым полностью. Дарын школа, сол 11 класста сол жақтан бітіріп, содан кейін опять-таки мамам айтты, қай жаққа түсесің? Ол кезде ондай басымда ешқандай ештеңе білмеймін. Что я хочу, что я, қандай сала деген сияқты. Мамам айтты, давай онда қазір бухгалтер таңдайсың мамандығын. Далада қалмайсың әйтеуір. Иә, нан табасың, далада қалмайсың. Любой компанияға бухгалтер керек. 2011 жыл ғой. Жақсы онда, сосын қайда барасың? Ол кезде негізі ЕНТ-ға дайындалған кезде 2-3 мамандық ауысып үлгердім. Там я биотехнолог боламын дедім, физика таңдадым. Каждыйынан что-то не то. И содан неде болса да ағылшынмен кете берейін. Малайзияға барасың ба деді. Ол кезде Малайзия туралы ештеңе білмеймін. Просто Гуглға жазам, Малайзия деп, Куала-Лумпур деп шығады. О, типа там небоскребы. Давай, сол жаққа барам дедім, короче. Содан шығып, частный университетке, получается, қасымызда біздің класста тағы 4-5 адам бар. Бәріміз жиналып, сол елге кеттік.
сол жақта 4 жыл бакалавр в финансах бітіріп сол жақтан қайтып Қазақстанға келдім. Бірақ ешқашан бухгалтерия, финанс саласында жұмыс істеген жоқпын. Сразу бірінші жұмысым келгендегі бұл HR саласынан болған. Содан осындай саладан салаға айналысып, осы жердемін бүгін. Күшті. Үйде қаншасыңдар? Үшеуміз. Мен кішісімін, апам бар, ағам бар. Маман сол уақытта міндетті түрде ағылшын тілін білсін деп солай қолдаған өте күшті екен. Қазірде де маған сондай сұрақтар келеді әлі де. Ағылшын тілін оқу керек па деген сияқты. Қытай оқыған дұрыс па деген сияқты. Мен ойлаймын, ағылшын тілі әлі де база. То есть ағылшын тілін білу 5 жылдан кейін это уже как орыс тілі сияқты база болып қалады. Иә. Дұрыс айтасың. Маған да үйрену керек. Малайзияда оқып келдің. Ауылға қайтып келдің сонда. Ауылға, Ақтауға келдің. Негізі қалатын ойым болған. Сосын Малайзияда қалғың келді ма? Қалғым келді негізі. Бірақ ол кезде үйдегілер айтты. Неде болса да ауылдан бірдеңе тапсай. Ақтаудан табасың ғой, келе бер. Сосын ладно деп бітіргеннен кейін, 1-2 айдан кейін самолетке билет алып қайтып келдім. Өзім жұмыста алмадым. Жұмыста келдім, жерге резюме тастап бастадым. Бірінші жұмысым Homebank кредит па, сол резюмеге шақырды. Неге резюмемді алып интервьюға шақырды. 25 000 теңге айлық деп. Қай жылы? 2011 ма? 2015, 16 ма сондай. 2016 даже, кажется. Көзім былай. 25 000 теңге как? Содан одан келіспедім, сосын какой-то Фортебанкте істедім, потом Фортебанк интерн ғой, как стажер ретінде. Потом стажерларда, оказывается, олар жаңағы брошюра таратып далаға жібереді екен. Короче, мне все это не подошло. Потом мен бардым да, дос-балам звондады бір күні, екеуміз бітіргенбіз сол жақтан. Давай бизнес ашайық деді. Ешкім ешқайда жұмыс алып атқан жоқ, не істеп атқан жоқ. Давай деп, короче, содан не аштық? Бургерный аштық. Кез келген қазақ бизнес деген кезде ресторан ашады. Ол кезде еще бургер ондай қатты культурасы жоқ қазіргідей. 2016-та еще бізде ол кезде черный бургер болмады. Ол кезде Қазақстанда, Алматыда білмеймін, енді Ақтауда точно болмады. А мен Малайзиядан жеп келгем черный бургер. И соның рецептісін алып алып, сол сияқты Ақтауда не істеп бастадық. Черный бургерді пісіріп бастадық. И бір ол кезде Инстаграмда ондай көп не жоқ, жаңағыдай инфлюенсерлер ондай өзде көп жоқ. Максимум бір 15-20 мың подписчик болса, уже үлкен боласың. Потом бір инфлюенсер, сол тоже сол жақтағы кісі, соны жеп ұнап реклама істеп жіберді. И получается бізге кішкентай неге ашқанбыз ғой, үйдің астына. Адам толып кетті. Короче, біз вот этот ақшамызды, салған ақшамызды 2 айда қайтарып алдық. Бірақ олдан кейін хотели побольше места, потому что сол кезде енді андай бар ғой Қазақстанда. Хозяйка квартиры, жена, без которой мы снимаем для кафешки, она попросила больше. Она видит то, что у нас получается, она говорит, 200 мың емес, уже 300 мың теңге төлейсіңдер. Аренда көбейіп төлейсіңдер. Но ешқандай ол біз алдында келіскен, ол все уже нетто получается. Договор жоқ дейсің ғой? Договор жоқ кезде бай. И сосын содан кейін үлкен жерге барамыз да, үлкен жерге орнамыз ғой, 200 квадрат метр жерге. Айына 600 мың теңге төлейтін. Ол кезде 2016-да это үлкен ақша 600 мың деген айына. Содан деген оны мен ол кезде безопытность қой, просто опыт жоқ. Это просто баса бересің андай мындай. Содан минус 15 миллионға ма, бір жыл жарым ішінде я пытался сохранить, второй точкасын ашып, мынау минус 15 миллионға бір кірдім ішіне. Сосын сол кезде еще маманың бір айтқан фразасы бар. Мен енді жаңа доставщиктер қол тимейді ғой. Ана жаққа доставка көп. Сол кезде мен өзім доставить етсем, машинамды алып алып, папамның машинасын алып алып, доставить етсем пиццамен сушиларды. Әр күнге дейін жаңа гет контактының ішінде менің нөмірім суши бургер деп жазылып тұр. Доставщик суши бургер жазылып тұр. И сол кезде бір күні кешке келе жатсам, мамамды бір жерден алып кеттім машинамен. При этом еще доставка еткен. Үсті май, сасып жатыр, ана бургердің майы жаман шығады. Мамам айтады, не жүрсің? Мен сені сонда 4 жыл бойы частный университетке сені осы бургер тасысын деп жібердім ба деп. Сосын ойланып қалдым, басында ойланып жүрдім, басында андай ғой, ой, мамам айтқаны деген, олар сендер атқа тарта бересіңдер, мен қазір өзімді істеймін. Мам, поддержка жоқ. Ja, поддержка жоқ. Потом ойланып бастадым, и я понял то, что я уже устал. Я не хочу это делать, потому что общепит это
сені максимальный энергияңды алады да, но отдача там маленькая. Өте аз, То есть иә. көп ойлайды, донер ашам қазір байк күтемін деп. Нет, там большая конкуренция, если ты там бір супер инновационный продуктың болмаса, там очень сложно добиться каких-то больших результатов. И это сол сен ресторатор болып соған өліп тұрың керексің да, чтобы ол сферада сен жаңағы ABR групп құсап үлкен болу үшін. А без этого лучше саған, наверное, бір не болып жұмыс жасай берген жақсы шығар. Жалдамалы жұмыс болып. Это тоже нормально. То есть бізде әлі күнге дейін адамдарда не бар? Жалдамалы жұмыстың почему-то бізде несі жаңағы статусы төмен. Я не понимаю. Вот это мен жалдама жұмыс бастаған кезде әлі күнге дейін бізге жаңағы ағаш кегі жұмыс жасамайды деген бір не бар да, термин бар. Сол бәрінің басында қалып қойған. Мен өзімді істеуім керек. На самом деле жалдамалы жұмыста сіз тоже сіз сол жұмысқа уақытыңызды сатасыз, сол жұмысқа уақытыңызға жаңағы ақшаны аласыз. Точно такой же. Кәсіпкерліктен шамалақ айырмашылығы. Они на самом деле айырмашылығы көп емес. Мен соны түсіндім. Сосын получается, содан кейін мен соны ойланып келіп отпустил полностью ситуацию и жалға беріп тастадым бургерді с последующим выкупом. И сонымен бірінші жұмысым бір дубайский компанияға кіріп кеттім, Ақтаудағы HR мамандығына, ассистент па, нужно было куда-то пристроиться. Просто бір көмекші болып. Дос қызым как раз сол кезде жұмыстан шығып жатқан басқа компанияға. Айтты, келесің ба деп. Из-за того, что мен ағылшын білетін болғасын, маған легче. Вообще в целом ағылшын білсең легче любой жұмысқа. Любой жерге кете берсең. Содан кіріп, 3-4 айдан кейін уже начал смотреть, уже қай жерде лучше, мына соны басқа компанияға ауыстым. Бірақ енді HR емес, уже басқа тоже офисная работа, ол кезде кішкене вахтовый метод, 2 жыл жұмыс жасадым вахтовый методтан. Бірақ ол жақта полный не комфортная зона. Комфортная зона кіріп кетіп, 2 жылдан кейін неге шыққан кезде, маркетқа шыққан кезде я понял то, что ешқандай мен навыкым жоқ, который работодатель готов мне платить. Сол кезден бастап ойланып бастадым, что нужно какие-то специальные навыки, если хочешь большие деньги. Soft skills. Да, soft skills, hard skills, там, технические скиллы, разные, то есть у тебя должен быть комбо. Жалпы мен ойлаймын, 2 жыл істедім, мен де бұрын жалдамалы жұмыс істеген, 33 жасқа дейін мен жалдамалы жұмыс істедім де. 2 жылдан артық мен отыра алмаймын. Өйткені 2 жылдан кейін сен бүйтіп қарайсың да, басқа адамдарға қарайсың, басқа еңбек нарығына қараған кезде, сен ана жерде жақсы айлықта отырсаң да төпет етесің же. Одно и то же істейсің ғой. Одно и то же істейсің да, и уже саған басқа бәрібір қабілеттер керек. Оны үйрену керек та. Сондықтан да 2 жыл сайын жұмыс ауыстыру, мне кажется, норма. Это норма. Басқа салада қандай екен білмеймін, IT-да это совершенно норма. Совершенно андай, нормально. 2 жыл жасаң, это уже классно, то, что ты уже там научился, можно уже двигаться на болды, пенсионер болып қаласың сразу. Да, уже мысалы 6-7 жыл жұмыс жасаң, біз кішкене бүйтіп. Конечно, мы предвзятые отношения туралы айтамыз қазір кішкене. Бірақ 6-7 жыл жұмыс жасаң, кішкене енді работодательдер кішкене андай не болып қарау мүмкін. Застой сияқты ғой. Да, потому что сен сол жақтағы үйреніп қалған навыктарыңды сен новый компанияға алып келесің. Это не всегда работает. Не все хотят. А это ты иногда многие понимают, многие не понимают, поэтому ана жұмыстан шығады. Сөйтіп бізде көп, мен жұмысқа алған кезде қазір көп көрем. 10 жыл жұмыс істеді бір жерде. Там поляк какой-то, скажем так, да. Потом вижу, одан кейін уже идет 5 ай, 3 ай, 2 ай. Он не может себя найти. И в разных компаниях поработал, и потом соңғы компаниясына деп табады. Там 2 жыл. Содан кейін барып кетеді. И сұрасам, дәл сондай говорит то, что мына жерде өзім таба алмадым, мына компания маған анау ұнамай қалды, мына компания мынау ұнамай қалды. Сөйтіп жүрген кезде вот это частное явление. Қазіргі заманның нарықтағы орташа жұмыс жасау уақыты примерно 1,5 жыл мен 3 жылдың ортасында совершенно жақсы уақыт, который можно вот так менять работу. Кету керек, одан кейін ауысып тұру керек. Себебі IT саласында неге олай? Себебі IT саласында көп зат өзгереді, каждый раз өзгереді. Сен бір жыл бұрын білген заттың келесі жыл вообще ешкімге керек болып қалмауы мүмкін. Керек емес ешқандай. Сен уже новый затқа үйреніп, потому что IT меняется каждый день. Сіздің жаңағы iOS айфондарыңыз жыл сайын, апта сайын не істейді ғой? Обновляться етеді, сол сияқты. Новые фичалар, новые какие-то появляются новые языки даже. Программирование. И тебе нужно будет подстраиваться под маркет.
Если ты не подстраиваешься, все, ты уже начинаешь отставать. И сен зарплатандан да будет влиять в целом как профессионал, как сен вообще будет влиять все это. Сен жұмыс іздеп жүрген, саған консультацияға келген адамдардың бүйтіп резюмесіне қарап уже да, один взгляд на резюме, наверное, чтобы понимать, да, какие у него психологические проблемы. Да. Когда ты мың резюме қараған кезде, уже сенде уже автоматически ты уже ойламайсың, даже не анализируешь, что уже у тебя в голове идет сразу, вот, здесь, не то, блин. Өйстіп стередім деп, да? Но не всегда есть возможность это давать. Нет времени просто. Иногда көп аналар декретте отырып қалған жазады. У меня не такой большой блог, у меня был до этого 500 человек, что ли, было. Потом я его как-то удалил, потом заново открыл, сейчас у меня 100 подписчиков. 100 подписчиков бар қазір. Мен 99-шы жылы жазылдым осаған. 100 подписчиком бар. И бұрында сұрайтын. Вот мен 4 жылда неде отырып қалдым. Декретте отырдым. И там резюме это просто бір бет қағаз, дым жоқ. Соның өзінде күшті қылып жазуға болады, бір бет қағазды да. Но ондай не да? Білмейді адамдар просто. Дұрыс резюме жазу боль ғой кәдімгі. Боль? Боль үлкен. Резюме деген, если қысқаша айтсақ, көбі мән бермейді, бірақ это сені специалист ретінде, мысалы, мен Қазақстанда отырып, или мен Америкада отырып, сені Қазақстанда отырып, мен сені лично білмеймін ғой. Мен қалай білемін сені қандай специалист екеніңді? Мен оны тек резюменен білемін ғой. Поэтому резюмені очень важно, это твое лицо к работодателю, это твое продающееся, скажем так, портрет, презентация для работодателя. Баннерың ғой сен. Баннерың, то есть саған қарап, я хочу, я люблю этот баннер деп айтатындай, да. И многие это не понимают, маған иногда жаңағы HeadHunter'да істеп қойған жаңағыдай автоматически жаңағы нені жіберіп атады. Резюме. Это ненормально. Это ненормально. Вот. Ақты. Енді қараш, сен бургерді жаптың. Ақтаудағы шетелдік компанияларда жұмыс істеп бастадың. Шетелге қашан кеттің жұмыс істеуге? Получается, 2 жылдан кейін мені сокращают. Да, неде, вахтовый методта. Потому что проект бітеді, шоның проектісі бітеді. И содан кейін маркетке шығам. Я никто. Еңбек нарығында мен вообще ешкім емес. Я никто. Я такой ищу әртүрлі неге. Иногда болады маған мысалы старший разработчикке бір басқа саладан бір CV-лар келіп жатады да, резюмелер. Ойлайсың, почему решил податься на этот? Мен басында сондай болдым. Когда ты не знаешь, кто ты, что ты хочешь, ты вот так подаешь на 1000 вакансий, вот так налево, направо, ата бересің. Сосын не сон шаршайсың. Шаршайсың да айтасың, ой, жұмыс жоқ дейсің. Содан кейін мен Дубайға басам. Енді жаңа көріп алғам ғой әртүрлі неден. Дубайда жұмыс көп, там миллиондап ақша береді. Центр мира. Барамда, короче, мені HR-да опытым болғасын, соны диплом енді, международный диплом, аккредитованный жұмыс қалады, прям неге, рекрутинг компанияға жұмысқа кірем. Сол жақта жүріп 9 айда жұмыс жасаймын, бірақ Дубайдың в целом маған рынокы, как они работают, маған ұнамайды. Содан аламда қой мен Қазақстанға қайтайын, себебі мынандай зарплатаны Қазақстанда таба аламын. Потому что ол кезде уже менде не басталды, рекрутер болғым келеді, уже опытым какой-то степени плюс-минус опытым бар, 9 ай болсын, 1 жыл болсын, уже направлениемді я выбрал себе. Так, я понял, окей, у меня есть английский язык, я знаю, уже у меня есть какие-то навыки, которые я умею делать, и давай. И сразу Дубайдан түскен бойда 4 компания звондайды маған. Келесі күні ма сондай. Атыраудан звондайды. Барлығы тышоның айналасында. Сервисный компаниялар. Бізге рекрутер керек, анау. Сол кезде бір компания IT рекрутер іздейді. Мен ол кезде білмеймін, не зат екен IT деген, фронт-энд деген не, бэк-энд деген не. Мен IT деген ол кезде мен басында компьютер. Просто жаңағы IT-шін деген компьютерді келіп жөндеп келетін, интернет өшқаса жөндейді адам. 2019-да менде сондай ой болды. Сосын барамда, короче, начинаю собеседоваться разные. Енді ақша табу керек қой. Сосын собеседование өтем, 3 оффер алам, кажется. 3 оффер алам. Екеуі Oil and Gas'дың рекрутері, неге
нефттің айналасында oil and gas. Біреуі IT рекрутер. Сосын мен уже бірақ oil and газдың жаңағы беріп отқан оффері ақшасыз айлығы көп IT рекрутерден. IT-ға қарағанда, иә. Сосын сол кезде рахмет айтамын әлі күнге дейін сол қызға, который мені сол IT-де түсіндіргені. Сосын мен ол қыз маған айтады, вот бізге оффер жіберіп жатыр, сосын мен оған айтамын, менде бір оффер бар уже. Наверное, соны таңдайтын шығармын, сендердің айлықтарыңыз аз. Сосын ол маған айтады, можно по чесноку дейді, давай деп. Ол сала, ол скоро 10 жылдықта кішкене басылады. Нефтяной сала, мұнай саласы, иә. Мұнай саласы. IT саласы ол кезде енді Қазақстанда жаңа дамып кетірді полностью. 19-шы жыл. Менің ойым бойынша, просто ол кезде енді мен білмегенмін ғой, может оған дейін, конечно, дамып жатқан шығар, менің ойымша енді дамып жатыр сол кезде. Давай сен бізге кел, біз сені аламыз без IT опыты. Сен тек ағылшынша білетін болғасын, сенің soft skill'ің адамдармен сөйлесу жақсы болғасын, біз сені жұмысқа аламыз, біз саған үйретеміз. Саған IT саласында деп полностью маған IT саласын плюсмен түсініп береді. И мен аламын да, все, я с вами деп, сол компанияға жұмысқа кіремін да. 29-ны Дубайдан Ақтауға түсемін, через там 5 күні уже Атырауда жұмысқа шығып кетемін. 5 январь күні 2020 жылы. Шығып кетемін жұмысқа. Бірінші күні барған бойда маған бір какой-то үлкен бір позицияларды мен жап деп беріп тастайды. Сен түсінбейсің ол. Мен отырамын да, ол сол кезден басталды. Университетте жүрген сияқты. Жаңағы не жазған сияқты, жаңағы үлкен нені алам, үлкен жаңағы тетрадьты алып, мысалы, мынау не? Түгел неден терминалдан бастап бәрін жазып өтіп қарап отырамын. Себебі маған ол адамды интервью алу үшін мен түсіну керекпін, а мен оны түсінбеймін. Соны бір айдай соны дайындалдым. Содан кейін бастап жаңағы интервью істеп бастадым. Но бірінші интервьюлар очень сложно были там. Я извиняюсь, конечно, этим инженерам, которые собеседовались на первое время, потому что там был epic fail. Я изначально не знал, что задавать, какие вопросы давать, он говорит ли он правильные вещи, например, да. Содан бастап енді опыттан опыт. Ноштек деген компанияға кірдім сол кезде. IT компания Атырауда өте күшті компания негізі. Несі менеджменті жақсы да. Көп таланттарды өздері неден алады. Регионнан алма? Регионнан, сол жақтан. То есть они сейчас Атыраудағы көп нелерді IT саласын негізі көп алға дамытып жатқан үлкен қосып жатқан компания. Сол компанияда 1 жарым жыл істегеннен кейін уже начал понимать то, что у меня начали, получается, я LinkedIn открыл. Кстати, это үлкен тақырып LinkedIn деген. LinkedInді ашамда, LinkedInнан маған адамдар жұмысқа шақырып бастайды, короче. Әр елдерден там Россия, Финляндия, Америка, там түсінбеймін, как так. Сосын басында бүйтіп отказ беріп жүрдім, потому что мне казалось, что я еще не готов. Я еще не совсем готов выйти на тот уровень. Синдром самозванца. Да, у меня ужасно... Андай ғой, шетелде бәрі мықты, мен жай Атырауда жүрген специалистпін. То есть мен бірінші күні оффер алып үйге келген кезде мамам айтқан, сен Ақтауда тұрып оған Америкадағы адамға не үшін керексің сен маяқтан? Не үшін керексің дейді да маған. Я не понимаю, мошенниктер емес па сен? Не үшін жұмыстан шығып кеттің? Дейді маған да. Мошенниктер. Иә, мошенниктер емес па, ол саған Америкада тұрып саған сен не істейді маяқта Ақтаудан дейді маған. Я говорю, ну, наверное, керек болып тұрмын ғой енді говорю. Содан кейін бастап қарап бастаймын офферді. И сол кезде 2-3 уже 1 жарым жылдан кейін, 1 жыл 6 айдан кейін ба, 2-3 офферді алам да, интервьюдан бәріне өтіп, через LinkedIn, получается, жұмысқа кірем да, полностью удаленный, Ақтауға қайтып кетсем Атыраудан. Полностью удаленный. Содан басталды 2020-дан 2024 қой бүгін. Осы жылы да, получается, 3-ші жылдан асты, получается. Қазір қандай компанияда істейсің? Сол бір компанияда, просто бізде консалтинг компания, бұл компания әртүрлі жаңағы айтқан компаниялармен жұмыс істейді. Біз соларға проект істейміз, солардың инженерлерімен сол компанияда. Соған мен тікелей жұмысым проект шығады, IT проект. Сол IT проектке, сол IT проект істейтін адамдар керек қой. Сол адамдарды бүкіл дүние жүзінен таңдап, скиллы барлығы кім істей алады, соны бәрін таңдап,
команда құрам. Команда құрғаннан кейін соның бәрін онбордингін бәрін істеп, сол еще плюс отвечаю за то, чтобы они не ушли от этой компании. Жұмысқа тұрғаннан кейін шығып кететіндер бар ғой. Әрине, это же IT-да, это если былай ғой, көп ойлайды, былай деп, то есть, если компания хорошая, там, очень много платит, никто не уйдет. Нет. Если сенің компанияң көп төлесе, брендing күшті болса, там есть, это же уровень, там в этом уровне тоже есть компания, тот же Google, Meta. Сен метада, если сен старший инженер болып метада оффер алсаң, значит, обязательно сенде келесі Google'дан оффер болады, Amazon'да оффер болады, сен уже төртеуінің ішінен таңдап бастайсың. Поэтому көп ойлайды, Google'ға адам алу оңай деп. Барлық жерде қиын адам алу деген, потому что там всегда конкуренция. Всегда анда болу керексің. Получается, нужно уметь продавать, да, вот в целом. И біз максимально не істейміз, жағдайын істейміз, чтобы они не ушли. Потому что новый адам алу жұмысқа үлкен ақша тұрады, үлкен қаражат, энергия, в целом это время занимает, а проект что идет, выделен бюджет, многомиллионный бюджет, а нужно не останавливаться, нужно идти. IT он кете береді. Бізде көп компанияларда осындай бір қателік бар, жұмыс берушілердің. Жұмысқа алады ғой, кетсең кете бер, орныңа 10 адам келеді деп айтады да. Негізі бұл өте дұрыс емес, бұл кеңес одағынан қалған бір андай адамдарға биомусор сияқты қарайтын сондай позицияда жұмыс берушілерде бұл үлкен қателік. Өйткені сіздер есептемейсіздер, бірақ жаңа жұмысшыны алып, оны жұмысқа үйрету компанияға өте үлкен шығын алып келеді. Оны көп білмейді, көбісі түсінбейді да. Ең үлкен бюджет компанияда, ең үлкен расход, ол именно адам жалдау. Аренда емес, салық емес, именно адам жалдау. Сондықтан да рекрутинг компаниялар өте керек. Бізде Қазақстанда дамыған ба рекрутинг компаниялар? Бар, 3-4 компания білемін, Анкор, 3-4 компания білемін, бірақ мен Қазақстанда жалғыз тек сол компания істеген, Қазақстанда нарығында істемеген көп, поэтому шет жағасын білемін, но полностью что происходит, не знаю. мен ТШО-ға нанимать еттік қой біз бұрында. Мен ТШО-ға нанимать еттім IT департаментіне. Шет жағасын білем, не болып жатқанын Қазақстанда, вообще рекрутинг саласында. А так, в общем, не болып жатқанын көп хабарым жоқ. Сен Қазақстаннан қандай осындай IT компанияларға жұмысқа тұрғыздың? Қазақ балаларын, қазақ қыздарын бір-екі кейс айтып берші. Так, қазір бізге неге трейлерға қояды, мен мынандай компанияға кіргіздім деген сияқты сондай бір кейс айтып берсейші. Бізде қазір мен жұмысқа 2020 жыл келген кезде мен жалғыз бір қазақ болдым біздің компанияда. Содан қазіргі біздің Қазақстанның 20 адам жұмыс істейді бізде Қазақстанда. Бірақ ол 3 жылдың ішінде кіріп шыққандар бар. То есть это примерно 50-60 адам алдым, но ол адам неге аз? Себебі біз тек старший инженерлерді іздейміз. Те, у кого уже опыт, там 5 лет, 10 лет опыта, біз солардан аламыз. Сондықтан да бұл іріктеліп, теріп алған адамдар да, который имеет опыт. Яғни сен арқылы жұмыс тапқысы келген IT маманы, инженер, оның мысалы 1 жыл жұмыс істеген, 2 жыл жұмыс істеген болса, сен мазалаудың қажеті жоқ, Пандемияның кезінде болатын, біз алғанбыз көп неге стажер қылып. Қазір менің неме көп қажеті жоқ. Я могу дать направление, какую компанию подать, как подать, как правильно разговаривать, как правильно подготовиться к интервью. Но именно менің компанияма в данный момент біз консалтинг компания, поэтому біз делаем проекты, поэтому мы не можем себе позволить junior, средний уровендегі инженерлерді не можем себе позволить нанять. Потому что бізге старший инженер керек, чтобы делать те проекты. 5 жыл, 6 жыл. Минимум 5 жыл, 6 жыл, потом дальше кетеді. Қандай, прям очень хороший. Енді былай компанияға айтатын болсақ, мен 2-3 старший инженерлерді New York Times деген компания бар, бұл старая газета. Көбі білетін шығар енді. New York Times дейді. Соған алдым. Қазір әлі күнге дейін алып жатырмын. Gymshark деген компания бар. Citibank бұл Қазақстандағы Citibank емес, Қазақстанда бар Citibank, бірақ біз бүкіл Америкадағы
офисімен жұмыс жасаймыз. Біз жаңағы платформаларды бүкіл Ситибанкке дайындаймыз. Сондықтан Ситибанкке көп қазақтар алдым, себебі біз бір проект болды Россиямен связан. Потом ол енді война, сонымен байланысты ол Ситибанк шықты. Сол кезде бір жылдай ма Қазақстаннан алынбай қалды. Себебі Америкадағы компанияларда политический нелер бар тоже. Сосын Америкадағы компаниялар Қазақстан это то же самое, что и Россия деп ойламай ма? Ойлайтындар бар. Бізде қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстан закрылся полностью. 5-6 айға закрылся, он стал очень нестабильным. То есть бізде список бар, где мы можем нанять, где мы не можем нанять. Казахстан до этого списка не был. До январских событий. Потом я вижу, бац, январских событий 5 күн мен жұмыстан үйде жаттым. Жұмыстағылар білмейді не болатқан, біледі енді шет жағасын не болатқан. 5 күн жұмысқа шықпай қалдым, ешкім шықпай қалды, естественно, там полностью без связи были. Связь жоқ, иә. 6-шы күн жұмысқа шыққан кезде я вижу Казахстан в этом списке стран, где нежелательно нанимать людей. Потому что это значит то, что в любой момент сенің сетіңді айып тастайды, значит, не можешь выйти на работу. Это же поэтому же. Иә, мысалы сен фриланста істеп жүрсің. Сен Шымкентте тұрасың. Сен шетелдік компанияда жұмыс істейсің. И бір күн осындай бір саяси бір жағдай болады да, бір апта интернет болмайды. Это же тоже минус компании. То есть никто не хочет, ешкім ондаймен не істегісі келмейді да. Риск қой ол деген. Риск үлкен. Сол үшін потом бір 6 ай ма 7 айдан кейін ба его убрали. Біз сөйлестік, потом его убрали. Ничего себе. Да, и такое тоже есть. То есть оно не бесследно. Қалай әсер етеді? Вообще. Енді қара, сені жұмысқа алып атқан сотрудниктер көбіне фриланста ғой? Әлде бара ма Америкаға? Бармайды, полностью удаленно. Үйден осы Қазақстанда любой жерден жұмыс істеуге болады негізі. Хоть қай жақтан істесең, бірақ әр клиенттің өзінің тайм зонасы болады. Если это британская компания, сен солардың уақытымен жұмыс жасау керексің. Ты можешь быть в Турции, там, не знаю, в Грузии, в Бали, но главное, сен солардың жұмысын уақытын істесең, ешкім шаласы жоқ қаяқта екеніңді. Рахат қой? Рахат, мен сөйтіп 3 жыл бойына мына жаққа қаңғып, Турцияда 1 ай, 3 ай, ана жақта 1 ай, әр елде сөйтіп, қазір устал, қазір Алматыдамын. Айлық жақсы ғой? Өте жақсы. Айлық өте жақсы. Мен осындай сотрудниктерді біліп, бізде де Мостада отырады, одан бөлек жақында менің сіңілім десем болады, соведущая Әсел Налбекова осындай фриланста жұмыс істейтін сондай айтишник жігітке тұрмысқа шықты. Иә, ол осы Шығыс Қазақстаннан. Былай қарасаң, өзі Өскеменде отырып, сен ойламайсың. Ал ол жаңа ақшта жұмыс істейді да, өте жақсы айлыққа. Сол сияқты осындай сотрудниктер, бұл жақсы кейс, мен ойлаймын. Өте жақсы кейс. Біз еще, если сен мысалы Қырғызстанда қарайтын болсақ, олар Россияға барып, ақша тауып, Россиядан жібереді. А бізде бұл ситуация Қазақстанға өте пайдалы, себебі сен Қазақстанда отырып, сенен ақша басқа жақтан келеді, и сен ақшаны осы Қазақстанға саласың. Это же үлкен экономикаға үлкен не ғой, біз Қазақстанда жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Қазақстанның неден, наоборот, Қазақстанға налог төлейміз, шетелден келіп жатқан ақшаға. При этом в Казахстане живем, тратим на еду, на квартиру, на машину. То есть полностью Қазақстанға это үлкен әлі ашылмаған до конца сала деп білем. Инвестиция ғой былай қарағанда. Өте Индусы, Индия, Грузия, Армения давно кетіп қалған. Оларда көп, иә? Оларда көп. Армения, Турция. Полностью. Турция, например, көбі неде істейді? Европейский компанияларға істейді. Турцияда отырып, жақтың удаленно. Негізі оның бұның барлығы пандемияның кезі. Пандемияның кезі бізге Қазақстанға, жалпы развивающий страндарға, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстандарға үлкен рывок берді негізі. Бір елдерге, конечно, минус болды, там туристический елдерге. Бізге үлкен рывок болды, то, что бізге, мен осы пандемия ашылғаннан, пандемия болғаннан кейін ғой, мына позиция ашылып, они поняли то, что эту работу можно нанять кого-то за 3 раза меньше зарплаты, но результат будет такой же. Да. И почему бы не делать деп, Америка компаниялар уже Қазақстанға шығып бастады пандемияның кезінде түсінді, то, что не обязательно нанимать там в офис, платить там 6-значную зарплату, да, которая в Нью-Йорке это считается нормой. Они здесь платят
там 3 раза меньше, чем в Нью-Йорке, но это 3 раза меньше для нас, это очень большие деньги. Нормальный ақша бізге. Да. Иногда многие кейбіреулер айтып қалады, типа біз саған дешевое сыйлаймыз ба не деп. Это не казахи, другие страны, там тут иногда бывает, бывают такие люди. Но в целом, если так посмотреть, это же очень хорошая зарплата. Бұл қазіргі сенің алып жүрген зарплатаның минимум 3 есе көп. 2-3 есе көп. Так что еще сен Америкадағы американцтермен, британцтермен новый технологиялармен жұмыс жасайсың. То есть бізге всегда Қазақстанға 2 жылдан кейін келеді. Мысалы, тот же новый технология шықса, IT-да біздің банктерге, там, бір проекттерге қондыру үшін оны жаңағыдай внедрять ету үшін 2 жылдан кейін келеді. А ол жақта ол сразу подхватить етеді. Сразу бастайды, и уже сен опытын всегда алда жүреді. Сен елге келіп жұмыс істеймін, проект жасаймын десең де, ол уже сенде тәжірибе бар. Мықты. Қазақстан, жаңағы страны, которые развиваются дедің ғой. Жалпы Қазақстандағы компанияларға жұмысқа тұрғызасың ба, тұрғызбайсың ба? Тұрғызбаймын. Тек қана шетелдік. Қазақстанның аз береді. Айлық аз. Айлық аз дегенде мен фриланс болып жұмыс істей аламын, например. Тауып бере аламын. Сенің компания, мысалы, IT компания болып, сен, мысалы, senior Java разработчик іздесем, мен саған тауып бере аламын, бірақ соған кеткен уақыт маған өз компаниямда 3 раза больше платит за это. Поэтому я лучше өз компанияма адамдарды ала берейін за те деньги, да. Поэтому ондай көп не істемеймін. Сенің клиентің болу үшін, мысалы, қазір IT-да мүмкін жаңағы junior разработчик шығар, әлі жеткен жоқ сенің требованияңа ше. Жету үшін менің қазір тыңдап отқан оқырман өзін қалай жетілдіру керек, қандай қабілеттер, бірдеңе оқу керек па? Вот болашақта те, у кого есть базовые навыки, да? 1-2 жылда сенің клиентің болып, сен арқылы шетелге компанияға жұмысқа тұрып, Қазақстанда жүрсе де, қай елде жүрсе де жақсы айлық табыс табуға мүмкіндігі болу үшін адам не істеу керек? Мамандық өзін қалай өсіру керек? Енді ең бірінші, это базовый, конечно, элементарный, это английский язык. Бізде әлі күнге дейін ағылшын, мен оны жақында білдім. Бір Қазақстанда іздегенбіз разработчикта. 70% отказ болды менің уровеньде, менің звоногымда из английского. Хотя смотришь, везде английские курсы, каждом шагу. Каждый шагта английский үйретіп жатқан курс бар, былай Skyeng бар, много. Бесплатный образование, YouTube ашқан толып тұр. Жоқ, ағылшын проблема. То есть это минимальное требование, хороший английский язык. Жаңа айттым до звонка, английский язык это уже не навык, который решает, да, мы будем тебя на работу нанимать или нет. 4-5 жылдың ішінде английский сен біздің қазір осы тіл сияқты минимальный требование болып кетеді. Сіз уже 5 жылдың ішінде ағылшын білмейтін болсаңыз, үлкен зарплата туралы жалпы, конечно, бизнесмен бірдеңе болмасаңыз, жалпы если наемға келетін болсаңыз, қатты оған не істеп керек емес. Надеяться не надо. Поэтому минимально ағылшынды жөндеу керек. Ол үшін очень много способов. Там тот же, мен өзім ағылшынды немен үйрендім. Музыкамен үйрендім. Мысалы, Риананың өлеңін ашып жібересің. Umbrella, скажем так, да. Бүйтіп, мына жағына мен сөйтіп жазатынмын. Орысша, ағылшынша несін жазамын. Текстін, мына жағына орысша текстін жазамын, сосын тыңдаймын. Уже сен бірінші нең кетеді. Бірінші тыңдайсың, сен жаңағы listening дейді. Listening жоғарылай түседі. Потом зрительный память деген бар. Сен қараған кезде уже сен білесің, то что umbrella деген сөз зонтик болып аударылатын, да. И уже сөйтіп тез үйреніп кетті. Мен 1 жылдың ішінде минимум элементаридан, наверное, интермедиат қандай барған шығармын деп ойлаймын. Содан сол неден просто ағылшын музыкадан, себебі барлықтарыңыз ағылшынша музыка тыңдайсыңдар. Босына тыңдамай, лучше соны не істей беріңіздер. Содан жаңа текстті қойып сөйтіп үйреніңіздер. Сізге өте көмектесетін сол бір минимальный инструмент. Сосын ағылшынды, если, скажем, ағылшынды күшті білесіз. Екінші этап это қазақстанский компанияда как минимум 2 жыл жұмыс істеу. То есть бір лайфхак айтамын,
американская компанияға жұмысқа кіру үшін не обязательно иметь какой-то международный опыт. Если у тебя хороший английский язык, если ты хорошо разбираешься в том, что ты делаешь, им без разницы, какая компания. Каспий ма, халық па, не знаю, какая тома какой-то. А если высшее образование нету, IT-образования нету, какое жаңағыдай? IT-образование давно уже это не определяет то, что мы будем тебя нанимать на работу или нет. То есть это уже небольшая критерия уже. Получается, да, те, кто учился 4 года в IT, оно имеет преимущество. Ол всегда біз жұмысқа алатын кезде минимальный требование, мысалы, кейбір кезде жазады бакалавр в информационных системах деп. Но это не обязательно. То есть сен диплом болмай, біз сені отказ бере алмаймыз. Если сен бәрін біліп тұрсаң, сол проектті істей алып тұрсаң, бізге бәрібір сен оқыдың ба, оқымадың ба. То есть поэтому сейчас бізде көп қой, жаңағы буткамптар бар, не бар жаңағы IT курстар бар, 6 айлық, 1 жылдық. Но айтып кететінім то, что IT саласын жаңағы 3 айда айтишник боласың деген ол дұрыс емес негізі тенденция. Бізде қазір жаңағы компаниялар ашып алған IT саласын үйрететін. Сосын IT саласын үйрететін ашып алады да, енді адамдар жұмысқа шақыру керек қой, ақша табу керек. Сол үшін жаңағыдай лозунгтар кетеді үлкен. 3 айда айтишник боласың, 5 айда айтишник боласың. Минимум 6-7 ай, либо минимум 1 жыл керек, чтобы сен IT-дің базасын, фундаментін түсу үшін. Сосын барып только сен не таңдап бастайсың направление. Ты хочешь там разработку, фронтенд, либо бэкенд, либо там тестировщик болғың келе ма, бизнес-аналитик болғың келе ма. Уже сол кезде барып өзіне ұнайтын саланы таңдауға болады. Сен қазірден бастап сразу тек мен бэкенд разработчик болам деп 3 ай оқып алып толып жүр. Таба алмай. Сейчас почему многие говорят перенасыщенный рынок? Потому что вот эти многие IT-компании выпускают студентов. Оқытыватыр, там кто-то на немен субсидиямен, кто-то былай оқытыватыр. А качество же, там же очень важно качество, не количество на самом деле. И содан шығады да жұмыс таба алмай жүреді да, ең соңында басқа, ой, мынау менікі емес екен деп басқа салаға кетеді. Сол үшін айтатыным то, что сізге минимум база. Всегда оқитын жаңағы курстар сізге всегда база береді, поэтому всегда нужно дополнительно всегда изучать. Дополнительно курстарға, дополнительно YouTube-ты ашып, любой нені, всегда дополнительные навыки нужны. Потому что сен жалғыз курсты бітіріп алып сертификатпен, сен ешкім жұмысқа алмайды. Да. Тек сен оны, это как былай ғой, компьютерді қосып білесің, например, да, а жағынан не болып жатқанын білмейсің. Саған сен, мысалы, кейбір кезде жаңағыдай сотрудниктер келеді, 3-4 ай оқып алған, тек, если образно сказать, тек қосып біледі. Ағыда не болып жатқанын білмейді. Ал бір айтады, мен оқып келдім, мен сертификат бар деп. Иногда сондай болады. Не все, конечно, я не говорю то, что они плохие, они тоже очень хорошую работу делают в плане образования в целом в IT-сфере в Казахстане. Просто углубленно оқу керек, тереңдетіп оқу керек. Я углубленно оқу керек. Это и сосын көбі жаңағыдай ақша ғой, бәрі ақша үшін келеді. Көбі. Айлық көп деп келеді, но это не всегда так. Потому что любой салада сияқты, как минимум 2 жыл керек, чтобы ты вышел как минимум на 500-600 тысяч тенге в месяц. Как минимум 2 жыл, 3 жыл керек. Но это, конечно, өзіңе байланысты. Менде бір кейс бар, айтып берейін бе? Давай. ТШО-да жаңағы нанимать еткен кезде, Норс деген компания жұмыс істеп жүрген кезде бір не келді, стажер. Бізге стажер керек болды. Содан ол бала, әйел екеуі Астраханда тұр ма, Астраханнан көшіп келген ба, атырауға білмеймін. Содан товар алып, товар сатады. Ол товар өтпейді. Ол товар өтпегеннен кейін бала тұрады да, давай мен осыған сайт ашайын дейді. Тұрады да, дым білмейді айтыдан тұрып, неден YouTube-тың видеосын көріп, 2-3 айдың ішінде полностью үйреніп, сайт ашады да, бүкіл товарын через этот сайт сатады. Сосын бастайды, мына IT саласынан уже несі бастайды да, енді өзі жаңағы самоучка ғой. Содан кейін келіп бізге подаваться деді, дым опыты жоқ. Дым жоқ, бірақ желаниесі бешеный. Сосын біз тұрамыз да, давай аламыз дейміз. Сол бала 2 жылдың ішінде
қазір ТШО-да синьор старший разработчик қыртым-шыртым болып қазір жұмыс істейді. У него, зарплата, наверное, 10x у него сейчас. Ничего себе. Но у него было такое желание. То есть сізге айтатыным еще сізге бешеное желание керек, чтобы любой салаға кіру үшін сізге желание болмаса, любой кезде уақыт сап кетесіз да. Жай ғана айлық немесе осы күшті екен деген. Действительно сол жерде мен де мысалы келе салып кеше ғана жап-жас студент, прям зеленый, да? Келе салып бірден жақсы айлыққа іліп кетеді деген нәрсе, ондай иллюзия болмау керек. Иллюзия болмайды, иә. Иә, IT саласында кез келген мамандық сияқты, мысалы медик болса да, врач болса да, басында жаңағыдай интерндар азғантай немен жүреді ғой? 200 мыңмен, 150 мыңмен колесалар салып атады несін. Жұмыстарын неге да, хедхантерға сол кезде көрем. Стажер там в отдел дейта инжиниринга дейді да, там 150 тысяч. Ну, это нормально. Нормально. Содан бастау керек. Содан бастайды. Если учитывать то, что средняя зарплата в Казахстане 230 тысяч, это хорошая зарплата. Наверное, хорошая зарплата, да. Енді средний неге қарайтын болсақ, иә. Бірақ ол дегеніміз, қазір сіз 150-200 алып жүрген болсаңыз, ол ары қарай шанс жоқ деген сөз емес. Егер ол минимум 6 ай беріңіз өзіңізге, 6 айдан кейін ол өсе береді. Классно. Мен өзімнің інім алтын белгімен бітірген. Біз әке-шешем ойбай сен юрист боласың деп, ол никогда этого не хотел. Сонда қырсықта оқуға түспей қойды. Вообще түспеймін деді. Сосын олар ойбай біздің баламыз диплом алмай ма, не істейміз енді құрсын, мейлі өзің таңдаған IT ма, мақұл оқуға түсші дейді. Мен Қазақстанда IT оқымаймын. Смысла в этом нету. Вот так он говорит. Сөйтті де түспей қойды оқуға. Мама мен папа позор ауылдан көшіп кетті сол үшін. Ол үшін емес, я так шучу. Сөйтті де ол бір жыл өзі оқыды. Курстар оқыды, кітаптар алып оқыды. Элементарно даже ютубтан немесе телеграмнан арнайы каналдарда отырып жаңа программирование үйренді. Қазіргі кезде 2 компанияда жұмыс істейді. Это нормально. Параллельно работает. Соответственно, өзінің жасына сай, басқа өзінің замандастарынан әлдеқайда 5-6 есе көп ақша табады. При этом ол Қазақстанда. Шетелде жұмыс істемей, Қазақстандық компанияда істейді. Сол енді қазір ойлап отыр шетелдіктерге барсам ба деп. Енді мен сразу айттым, ағылшын, без этого никак. Келесі сұрақ. Мен де білем, Қазақстанда IT компаниялардың көп жұмыс, әртүрлі IT компаниялардың былай танысам, кәсіпкерлердің ортасында байқайтыным, IT былай қарасаң, бұл жаңа сала, өсіп жатқан сала, бұл прогрессивті сала. IT-дағы команда, орта, прогрессивті болу керек қой. Бірақ та мен байқайтыным, Қазақстандық IT компанияларда сондай бір сексистік, патриархалдық көзқарастар әлі бар. Өйткені қыздарды көп жұмысқа алмайды. Қыздар, стартапер қыздар инвестиция көп ала алмайды. Мен осыны айтқан кезде көбісі маған, ой, олай емес, сіз неге өйтіп айтасыз дейді. Это действительно так. Мен кәсіпкер, IT кәсіпкер қыздар танимын. Оларға инвестиция привлекать ету өздерінің проектілеріне өте қиын. Сосын бұл жердегі ең басты мәселе, кез келген кәсіпкер бизнес ангел болсын, проектіге ақша беретін кезде 2 сұрақты қояды. Тұрмысқа шыққансың ба, шықпағансың ба? И екінші репродуктивный жоспар. Сен қашан туайын деп жатсың? Все. И бұл егер біз кәсіпкер айтатын болсақ, кәсіпкерге жаңағыдай ақша берем деген инвестордың да сұрағы сол, және де IT компанияға жұмысқа тұрамын деген қыздарға әлі күнге дейін сондай сұрақ қояды. Бұл проблема әртүрлі елдерде, мысалы сен әртүрлі мемлекеттегі, или тек қана Америкадағы мекемелерге ғана аласың жұмысқа. Америка и Британия. И Британияға аласың. Мысалы, біздің Қазақстандағы ситуация осындай, шетелде қандай? Қыздарға қатысты осындай дискриминация бар ма? Ертең сен туасың ба, басқа деген сияқты жұмыссыз қалып қалуы мүмкін ба қыздардың? Біріншіден, бүкіл дүниежүзі бойынша қазір 2-3 жыл болды, movement дейді ғой, women in engineering деген бар. Девушки в инженерии, получается. Это такой movement деген қалай болады орысша? Движение, вот. Қозғалыс. Ол неге пайда болды? Себебі IT-да 80%, 85% еркек жұмыс істейді. И что-то, это как-то это менять, начался это движение. Женщины в IT-сфере, в инженерии, IT-сфере деген. Если
біздің компания айтатын болса, мен деген біздің компания woman owned, то есть біздің компанияның ашқан әйел адам. Сол үшін біз жаңа Нью-Йорктан әр жерден награда аламыз, типа. Это то, что мы продвигаем вот эту, как раз таки, это движение. Получается, мен кейс айтып кетейін. Нью-Йорк Таймста, получается, мындай, они очень хотят нанимать девушек-айтишников. Неге? Чтобы был в команде этот... Гендерлік теңдеу болу үшін. Иә. Но мало в целом, в мире мало, получается. Сол үшін бізде андай қазір. Соңғы этапта собеседованиенің кезінде бір бала мен еркекпен бір әйел қалып қойса, даже если әйел адамның скиллы кішкене төмен болып тұрса, біз әйел адамға иә дейсің. иә дейміз. Офер соған ұшамыз, себебі, чтобы жаңағы баланс болу үшін компанияда. Ничего себе. То есть мен оны осы бір жыл бұрын мы практиковали, біздің жаңағы нанимающий бізде не бар, сотрудник бар, айтатын, а что нету девушек деп айтатын маған. Я максимально пытаюсь нанимать, но нету, до сих пор нет этого, не так много женщин в IT-сфере. Получается, второй вопрос, отвечу на второй вопрос насчет беременности, да, скажем так. Бізде Қазақстанда қандай екенін білмеймін, бізде, получается, жыл сайын, жылына 2 рет тренингқа жібереді. Онлайн тренинг, предвзятые отношения, кандидаттарға предвзятые отношения алып тастау үшін специальный тренингтер болады. Чтобы предвзятые отношения дегеніміз не? Бұл жаңағы қыз ба, бала ма екенін таңдамау. Екіншісі, это адамның жасына қарамау, например, 50 жастағы айтишник, кейбір рекрутерлер ойлап қалуы мүмкін, ой, біздің командада клиент 20-25 деген бір, ол қалай қазір вливаться етеді командаға деп та. И өзінің жаңағы какой-то бір жаңағы стереотипіне ойларымен ол адамды даже дальше пропускать етпеуі мүмкін. Сол үшін сондайларды алып тастау. Үшіншісі жаңағыдай ориентация дейді. Это тоже большая проблема. То есть, чтобы не смотрели на ориентацию человека, там трансгендер бар, но вот чтобы мы не имеем права судить. Потом последнее — это этнические происхождения человека. То есть мы не можем по закону, по нью-йоркскому закону, мы не можем как-то оценивать человека по его этническому происхождению. То есть это индус, там, азиат, казах, мы не можем. То есть все равноправны. Да, ондайға. Сол үшін мен айтатым всегда то, что резюмеге ешқашан суретіңізді қоймаңыз, потому что рекрутерлер әртүрлі рекрутерлер болады. Біреу опытный, біреу неопытный. Сондықтан да әртүрлі жағдай болады, сондықтан минимальный личная информация болу керек резюмеде. Біреу жазып қойды, мен 4 балам бар. Көп Египтің нелері, Турция нелері жазып қойды, суреттерін жаңағыдай немен үлкен қылып салады да. Сосын Мұхаммед біздің 4 балам бар, ана полностью жазып қояды несін информациясын. Мы смотрим, блин, нафига ты пишешь это, кому это надо? Мне, например, вообще не интересно, что у тебя там 4 детей, например, да? Минимальная личная информация жазу керек. Резюмеде сенің аты жөнің, имейлің, который саған обратно связь беретін, телефонын и LinkedIn'дағы ссылка керек. Болды. Басқа ештеңе. Кстати, адрес керек. Где ты находишься? Все. Больше ничего не нужно. Остальное все это уже считается личным, и оно может повлиять на решение, поэтому мы это убираем. Вот, получается, у нас такое то, что мы не имеем еще права спрашивать у женщин, когда они выходят, то есть собираются они выйти замуж. Когда у них там беременность, мы не имеем права. Это карается законом. Қазақстанда білем, бар, бізде бұрында 2 рет көргенмін, сұрап жатқанмын. Сен өзің Қазақстанда рекрутер болған кезде сұраған шығарсың? Мен сұрамаймын, потому что мен ұялатынмын. Это же личное. То есть мен сен қашан беременна болатының, это же очень личная вещь. Оны сұрауға болмайды. Жоқ, бірақ бізде мен көргенмін, сұрайды, сіз жаңа үйлендіңіз ба? Уже рекрутерда басталады. Күйеуге шықса, значит, 1-2 жылдың ішінде, средний ғой, то, что бізде қазір не болады. Беременность болады, и все, мы потом
всю беременность будем платить там и так далее. Но в Америке не так. Бізде Америкада көп кейс көремін, то что қыздар 6-7 айда беременностьтен жұмысқа кіреді, 2 айдан кейін шығады, 1 жыл бойына идеально получает, там, за декрет и так далее, обратно выходит нормально. Но минимум, бір минусы бар, конечно, Америкада жұмысқа декретный көп емес. Көп бермейді. Біздікінде 3 жылға, 2 жылға бермейді. Бізде, например, жақында менің коллегам бар, Италияда. Жұмысқа декретныйға 2 ай алған кезде шықты. Уже босануға 2 ай алған кезде шықты. 2 айдан кейін қайта жұмысқа кірді. Потому что удаленная работа, на самом деле, үйінде отыр, нянесін жалдады да шықты қайтып. И біз максимум 3 ай бердік. Это бұл енді удаленный жұмыстың минусы шығар деп ойлаймын. Ну, минус деп айтуға келе ма? Енді бірақ енді минус деп айту, бұл енді әйелдердің может демалысы келетін шығар. Бізде өте көп әйелдер декретке шықса да жұмыс істейді. Жұмыс істегісі келеді. Жұмыс істейді, жаңағыдай онлайнда бірдеңе сатады, әйтеуір валберис өтіп алады, бірдеңе етіп, они все равно работают. Ну, тогда это. Иә, бұл жерде бір қорқудың қажеті жоқ та. Бізде наоборот әйелдер декретныйды бір бизнес ашу үшін, бір жаңа бірдеңе үйрену үшін декретке шығады. Көп қыздарда осындай не. Яғни, егер фриланс болып, шетелдік сондай компанияға жұмысқа тұрса, онда декретке беріледі 2 ай кішкене демалып аласың. Европейские компанияларда больше лояльности. Они могут дать там 1 жылға дейін, наверное. Но американские компанияларда не ждите такого, они жұмыс істеп қалған, поэтому максимум 2 ай беретін шығар. Это менің, конечно, нем опытом, поэтому басқа компанияларда может басқа шығар. Но так как мы не можем работать напрямую с компанией в Америке, поэтому если Америкада тікелей жұмыс жасайтын болсаң, наверное, у них законы уже бізге де не істеп 1 жылға дейін беретін шығар. Но біз деген через ИП жұмыс жасаймыз ғой, потому что бізде олардың офисі жоқ қой. Сол үшін біз налогымызды өзіміз төлейміз. Сондықтан да это как не ғой, ГПХ дейді ғой, ГПХ ретінде ғой, ну если как қазақша айтатын болсақ та. Сондықтан да кейбір жаңағы требованиялар сондай шығар. Мысалы, ондай ситуация болды ма сенің тәжірибеңде? Мысалы, Қазақстанда жұмыс таппай, қыз баласы Қазақстанда жұмыс таппады, жаңағыдай осындай собеседованиеде айтады, сен ертең байға тиесің, не істейсің сен жұмысқа тұрып? Не надо, там, или там қанша балаң бар деп, жұмыс таппай, бірақ та шетелде жұмысқа тұрып кеткен кейстер болды ма? Қыздардың, өйткені жігіттерде проблема жоқ деп ойлаймын. Вообще мир, біздің әлем ол еркектер үшін, как бы біз патриархальные, все условия для мужчин. Қызға, мысалы, қазіргі осы салада, жаңа салада, осындай кейстер болды ма? Яғни Қазақстанда дұрыс жұмыс таппай, осындай дискриминацияға ұшырап, шетелге кетіп, жақсы жұмысқа тұрған қыздар болды. Бір-екі кейс болды пандемияның кезінде. Но не Америка, а Россияға, то есть удаленно. Бізде қазір еще, кстати, біз ағылшын жүріп жатырмыз. Удаленно можно работать и на СНГ. Зарплата будет на 1 к 1, то есть сіз 2 есе көп аласыз. Но ағылшынсыз орыстың, Украина көп алмайды. Орыстың, осы IT компания көп қой. Әзербайжан көп көрем. Орысша сөйлейтін елдерде тоже удаленка бар. Тоже адам іздейді. Соны алуға болады. Мен бір кейс, то что қыз бізге келмеді. По опыту. Тек кішкентай 1 жыл опыты болды. Ағылшыншасы күшті емес. Сосын мен сразу отказ бердім, потому что дальше өтпейді менен өткізгенменде. Сондықтан да ол барда Россияның бір банкіне удаленно, осы Алматыда удаленно жұмыс тауып, айлығы рубльмен, но 2 есе айлық көп. Сонымен жұмыс жасап жатыр. Қазір қандай екен білмеймін, бұрында болды. Такой тоже есть кейсы, то есть это зависит. Ағылшынша болса, но ағылшынша білетін болсаң, жалпы 1-2 жыл опытың болсаң, жұмыс табуға болады шетелден. Ол просто менің компаниямда емес, потому что біз консалтинг деп отырмыз ғой. Басқа да компания жетеді. Шетелде көп миллион компания бар, которые 3 есе, 4 есе айлықты, айлық аз төлейді, поэтому готовы тебя нанять. Еще біз жаңағы IT деп жатырмыз, негізі ол и бухгалтерлерге, басқа салаға да қатысы бар. Мен дос қызым, например, бухгалтер. Ағылшынша біледі, но шетелде жұмыс істеп жатыр. Онлайн тоже. Онлайн. Ол IT саласы емес қой, удаленно деген, удаленно көп сала. Қазір пандемия деген вообще көп зат ашып берді ғой. Мысалы, қазір оның айлығы $3,000. Бухгалтер обычно $3,000 алады. Это сколько в тенге? $1,5 миллион ба? $1,5 миллион.
Думаю, нормально зарплата. Жақсы, иә. Тем более Алматы, Астана емес, кішірек қалаларда тұратын болсаң, это ты вообще сен әкімнен көп ақша аласың. Әкімнен көп аласың. Мықты. Поэтому не только IT, я имею в виду, если прям өзіңіздің маманыңыз болсаңыз, өзіңіздің жаңағы бухгалтер болсын, финансист болсын, там әртүрлі мамандықтың өзінің маманы болсаңыз, көп сол маманды прям досконально білетін болсаңыз, ағылшынша білетін болсаңыз, удаленный жұмыс табуға болады. Классно. А вот отток болу мәселесі. Қазақстаннан, да? Иә. Кішкене фриланс жасап, содан кейін, вау, күшті екен, сол жаққа кетем деген сияқты. Отток Қазақстаннан қазір көретінім, көп оттокты неден көрем? В основном үлкен не бар ғой? Фанк дейді. Фанк деген жаңағы Facebook бұрында енді Facebook болды, қазір Мета. Мета, Amazon, Google, Netflix, ну, большие компании. Солар көп қазақстандықтарды прям неге алып кетеді. Нидерландыға, Booking, кстати, очень много казахов там работает в Booking. Мен таныстарым көп сол жақтан. Booking, там, Amazon, барлығы, потому что, почему? Потому что Қазақстанда таланты, они качественные. А казах істеген или там русскоязычный істеген нелер всегда успешно болады IT-проекттер. Поэтому біздікілерді алғысы келеді. Сондықтан да бізде көп старший разработчиктер басы бар қазақтарды қазір көп кетіп жатыр неге. Нидерландыға, жаққа мен көп көремін мен неден. Сол жақта жұмыс істеп, бірақ хорошая тенденция то, что 2 жыл жасап ол қайтып келеді. 4-5 жыл жасап қазір қайтып келіп жатқанын мен тоже көремін. Потому что идеализирует же работу там. То есть бізде реализация бар, то, что Google'да істеген жұмыс күшті. Ну, не всегда так. Не всегда так, потому что біреуге жақса, ол саған жақпауы мүмкін. Ол индивидуально ғой. Google екен деп ол бәріне жақпайды. Ол әркімнің әртүрлі несі бар, кейстері бар. Поэтому қайтып келіп уже осы жерден стартап ашып жатқандар көп білемін. Мысалы, кеше 2-3 күн бұрын Amazonнан қайтып келген жігітті жұмысқа алдық. Проектке, атын айтпаймын. Проектке алдық. 5 жыл Амазонда істеп келген. Қайтып келуім керек по личным каким-то причинам. Поэтому очень классно. Яғни шетелде жұмыс істеп, шетелде оқып келіп, бірақ та Қазақстанға енді көп қой, мысалы үшін ата-анаммен тұрамын дейді, басқа дейді. Қазақстанға келіп, осындай фриланс болып, шетелдік компанияларда тура сондай айлықта жұмыс істей алады, иә? Тура емес, енді кішкене төмендеу болады әрине. Төменде болады, обязательно, потому что Амазонда сен он-сайт істесен барып, там всегда айлықтары енді сол жақтың елінің айлығымен болады да. Налог бәрі болады. Мына жақта енді меньше болады, но это все равно 2-3 раза больше, чем ты здесь будешь зарабатывать в казахстанских IT-компаниях. Бізде же LinkedIn-ді 2 жыл бұрын жауып тастады ғой сол үшін. Не знаете? Бір айға заблокировали, полностью заблокировать етіп тастады LinkedIn-ді. Я помню. Помните? Да. Ничего я даже не поняла. Короче, официальный причинасы, министерство жаңағы цифровизации білгенше, реклама азартных игр дейді. Мен LinkedIn-да неше жыл отырмын, ешқашан реклама көрмеппін азартных игрді. Сол кезде бірақ мен естідім то, что они вот отток пошел, нереально отток пошел. Через LinkedIn людей забирают, то есть, оффер берет, их забирают, потом как-то решить проблему, почему-то они не решают, как-то не іздемейді да, проблемасында. Нет, они бетіндегі проблема. LinkedIn деп, наоборот, LinkedIn это же помогает нашим ребятам получать какие-то знания, там, быть на связи с другими ребятами, да, которые работают в других странах. Нет, они заблокировали, как в России, LinkedIn на 2 недели, кажется. Я там только работаю же, я там ищу же, и как там, да, и все, у меня LinkedIn не загружает. Я такой думаю, может, он интернетті сөндіріп қостым, лаптопты сөндіріп қостым, жоқ. Потом уже начинаю спрашивать, и все начали писать в Инстаграме. Сразу же Инстаграм начался. То, что, вот LinkedIn, и начался давление на министерство, я так понимаю. И бір аптадайма, 2 аптадайма, білмеймін, мен VPN-мен кіріп жүрдім. Очень неудобно было через VPN. И все, бір кезде ашады. Ол не үшін жапты, не үшін ашты, ешқандай официальный не жоқ.
чья-то гениальная идея болған ғой. Біреуде болған болды, мен сұрайын, я не пойму, ол неге саған не істеп қойды, өзіме өсіп жатқан ол. Вообще түсінбедім мен, короче, я такой был в шоке сол кезде. Бізде сонда ғой, шашыл десем басылады. Я такой в шоке был сол кезде. Как так? Расскажи мне раз про конкуренцию. Мысалы, бізде қазір енді мен өте көп IT-дағы оқу бағдарламаларды жарнама жасаймын. Өте көп проектілерді қолдаймын. Астана Хабтың бағдарламаларын қолдаймын. Technovation, басқа да өзімнің партнерларым әртүрлі IT саласында Қазақстан бойынша мамандарды өсіргісі келеді. Үлкен талап қойып отыр, мемлекет басшысы талап қойып отыр. Білмейміз, 4-5 жылда Евразия материгінде IT саласы бойынша жаңағы экспортқа специалистерді жіберетінде, IT компанияларды өсіретінде сондай континент, сондай ел болуымыз керек деген талап қойып отыр. Маған мұнайды, жақсы бағыт. Осы мәселеде мен көп көремін, маған сондай кері байланысты келеді. Конкуренция көп қой, қытайлықтардың бәрі қазір математикадан бүкіл әлемдік олимпиаданың бәрінде қытайлықтар бірінші орын алып жатыр. Одан бөлек жаңа индустар бар со своим очень низким чеком, да? Нормальный айлықта 4 есе азайтып кетті, мен істей беремін соған деген сияқты. Осындай конкуренцияда біздің қазақстандық специалистер өздерінің еңбегін сол сыртқа шығару үшін, экспортқа шығару үшін конкуренциядан қорқады, сондай сенімсіз. Осындай специалистерге не айтасың? Негізі не только IT, любой сферада, если сен өз мамандығының иесі болмасаң, любой жерде саған не болады? Конкуренция көп болады. Саған всегда бірдеңе будет мешать. Поэтому я советую просто, если вы взяли чего-то, например, какую-то сферу, да, вы хотите стать тестировщиком, IT, да, оно өте конкуренция көп сфера, потому что барлығы қазір пандемияның кезінде түгелі IT-ға көшіп кетті, барлық бизнес полностью онлайн көшті, қазір уже без IT невозможно жить. И естественно, то, что все будут рваться в IT. Здесь нужно выбрать всегда, первое, это то, что всегда нужно быть up-to-date дейді, на ағылшынша айтатын болсақ, всегда быть в курсе, что происходит с рынком. То есть тек жаңағы бір нені оқып алып, сфераны оқып алдыңыз, например, там разработканы, да, фронтенд разработканы оқып алдыңыз, и соны тек оқып қойып, жаңағыдай сол бір компаниямен жүре беріп, конечно, ол да уже кішкене сіз застой болады сол кезде. Сондықтан да IT-да всегда быть нужно в курсе, что происходит с рынком, что происходит вообще новое, да, в целом в IT-сфере. Всегда быть нужно в курсе, для этого всегда оқу керек. Всегда IT деген сөзіміз ол өмір бойы оқу деген сөз, IT-да жұмыс жасау деген сөз. Ол потому что любой зат меняется. IT-да бір жыл сіздің бір навыктарыңыз болады, технический навыктарыңыз, да? Ол келесі жылы уже ешкімге керек болып қалмауы мүмкін, потому что новые не шығады, приложения, где все автоматизируется с другими навыками. Вам нужно будет быстро на ровном месте переквалифицироваться. Поэтому вы должны быть всегда на чеку. Ну, если хотите там жаңағыдай тыныш өмірді ештеңе істемей, онда акиматқа жұмыс істеу керек. Онда акиматта жаңағыдай тек қол қойып қойып там. Ондай. А если хотите войти, будьте готовы, то, что вы будете всегда учиться, всегда вот так искать новые возможности и так далее. Екінші, это развивать soft skill. Потому что бізде хромает, СНГ в целом хромает то, что мы не умеем себя продавать в целом. Это очень барлық ол туралы айтады негізі, бірақ оны көп ешкім алмайды әлі өзінің несіне да жаңағыдай үйренбейді да. Потому что адаммен сөйлесіп білу, адамды өзіңе қарата білу, располагать на себя, например, да. Это все, это тоже навыки, как твои технические навыки, которые ты учишь. Потому что иногда бывает даже то, что человек может знать все на техническом плане, все может знать, но он не может работать с людьми. Мы тебе откажем, потому что иногда бывает так, что мы смотрим на soft skill, вот этот soft skill больше, чем на technical skills. А бізде кішкене Қазақстанда не бар? Қазақстанда демей қой, СНГ-да неправильный не бар жаңағыдай стереотип, то, что мен қазір на технический жағын бәрін білетін болсам, онда мен қазір точно жұмысқа алады деген сияқты. А мына жағын ұмытып кетеді то, что есть люди, потому что это технология, это просто технология. Ол сені жаңағыдай А точкасынан
Б точкасына апару мүмкін, но қалай апарады ғой вопрос сонда. Получается, көбі бізді ұмытып кетеді да, и интервьюға келеді да, бүйтіп отырады, как будто я им должен что-то. Отырады, давай маған сат деп та. Давай маған сат, что у тебя там интересного? Расскажи, деп. А мы с такими не работаем, то есть ты должен быть, уметь работать с людьми, уметь общаться с клиентами, заказчиками. Поэтому очень важный навык, который нужно развивать, это soft skill. Ол үшін нужно выходить өзіңіздің жаңағы комфортный зонаңыздан, адамдармен сөйлесу керексің, нетворкинг, қыртым-шыртым. Ну вот это полностью соны істеуіңіз керек, soft skill'ы дамыту керек. Иногда бывает так, что кандидат не подходит по техническим скиллам, но у него отлично soft skill, потому что технический скилл, он может научиться, он может там догнать, да, а мы не можем научить человека, как общаться с людьми. Поэтому бізде айтады, все, если он боқтықтап айтады бізде, конечно, то есть не берите человека от кого-то деп та, поэтому өте сол нені развиваться етуіңіз керек. Жаңағы адамдармен сөйлесіп білуді. Презентация жасау, самопрезентация, оған прям оны отырып ютубтан қарап, мысалы собеседованиеге бара жатсыз ба, оны барлық әртүрлі кейстарды оқып, қарап, қандай вопростар керек екенін бәрін оқып, прям дайындалу керек. И тренироваться выступать. Да, это тоже важно, потому что у меня, я не скажу то, что, о боже, я отлично себя продаю, да, но я скажу то, что мой soft skill как раз-таки меня привел в IT-сферу, то есть я не знал про IT ничего, как я говорил, меня взяли из-за того, что я знаю английский язык и умею общаться с людьми, то есть, ну, плюс-минус, да, потом это уже пошло техническая сфера, поэтому это очень важная сфера. Күшті конкуренция туралы айттық. Қыздардың проблемасын, IT-дағы қыздардың проблемасын енді толық айтқан жоқпыз негізінде. Хочешь? Иә, маған именно менде аудитория көп қой қыздар. Мен қыздардың IT-ға көп барғанын қалаймын. Өйткені осы сен айтқандай фриланста істесе де, ол біздің региондағы қыздарға өте ыңғайлы формат, фриланста істесе де, немесе шетелге барса да, ол да бір жақсы тенденция деп ойлаймын. Барып істесе де, қалып істесе де. Қыздардың IT-ға келгені өте көп қалаймын. Жігіттер и так барып жатыр. Жетеді олар. Сондықтан да қыздарға қандай проблема болуы мүмкін, с чем они могут столкнуться. Осы мәселе бойынша қандай бір қызықты кейстер бар, қыздардың жұмысқа алуы бойынша шетелдік компанияларға, или мүмкін осы шетелдік компаниядан келіп осы жерге жұмысқа тұрған шығар, сол сияқты бір кейстер болса. Бұлай ойлап қарасам, қыздардың правасы шетелдік компания бізге алатын болсақ, например, да, біз ешқандай да қыз деп ол деп бөлмейміз. Сондықтан, наверное, сіз қыз болсаңыз, сізге просто мына басыңыздағы нені алып тастау керек. Мышление, какой-то стереотип, то, что меня за границей там могут чем-то меня не брать на работу или там. Это же стереотипы же в основном. В Казахстане это может быть реальностью, а там могут быть стереотипы, то, что тебя могут не брать на работу по каким-то причинам, по беременности, по этим. Но я, как уже нанимаю 3 года на американской компании, мен айта алмаймын то, что там есть какие-то проблемы или там какие-то бөгеттер, да, которые там саған мешать ететін, чтобы сен жұмысқа тұруға деп. Онда ешқандай бір проблеманы көрмеймін. Самое главное это вот научиться себя продавать, хорошо общаться с людьми, иметь те навыки, которые нужны. Все. То есть там так таковой для женщин проблем нет. Если ты думаешь, наверное, это твои какие-то стереотипы в голове, поэтому надо, наверное, убрать его. Вот так. Харассмент мәселесі. Харассмент мәселесі удаленно жоқ, но и Қазақстанда бар. Қазақстанда бар екенін білеміз. Біз енді қазір күтіп отырық, күзде бұйырса жаңа заң сол, наверное, трудовой законға кіретін шығар көбіне. Жалпы қоғамдық емес. Оған да рахмет. Харассмент, жұмыс орнындағы харассмент мәселесі. Ол да былтыр сол президенттің қойған талабының бірі болды. Харассменттің вопросын шешу жұмыс орнында. Енді білесің ғой, тесет қыздарға сексуализированный болуы мүмкін, немесе жалпы сен қызсың ғой, конечно, сен қызсың ғой, сен мен жетпейді деген сияқты, да? Осындай нәрселер. Кейс айтып кетейін? Давай.
недавно знакомым, да, был прям идеальный кейс под этот вопрос. IT-компания, атын айтпаймын, мен бірақ білем. Shame on you. Позор вам. Получается, IT-компанияда жұмыс істейді. Junior специалист. Әлі старший емес, junior енді оқу бітіріп, Қазақстанда IT саласына деп жұмысқа алған. Сол кезде корпоративтің кезінде бір үлкен ағаш келеді, сол жақта істейтін қысқа киініп алған шығар, енді білмеймін, не болып киініп алған, мен оны шаруам жоқ қой. Не істейді? Аяғынан ұстай ма, білмеймін болады, короче. Что-то такое бывает. Ағашқа ішіп алған. Енді бұл, естественно, қыз, мен знакомый, маған жазады. Что ты посоветуешь, потому что здесь дело никак не идет. Потому что ол, естественно, по инструкцию HR-ға барамыз ғой енді, біз HR-ға барасың, потому что это те, как раз таки, те специалисты, которые должны тебя защищать, если что-то такое происходит. И ол HR айтады да оған. Блин, ол біздің жаңағы бастықтың бірдеңесі, короче. Ана ағашқа деген. Бастықтың бірдеңесі. Зачем тебе сейчас шум этот? Зачем тебе сейчас вот этот шум? Что ты хочешь добиться с этим? И одан не ұтасың, короче. Біз оны жұмысқа шығардық. Сосын ол айтады, как это так? То есть меня можно лапать. Меня можно просто лапать, например, да? Ішіп алдың ба, это же... Какая разница? Вообще разницы нету. Киім вообще, это разницы нету. Да. И соған барады да, короче, HR, сол кезде, это же некомпетентность HR-а. Если сен нормальный HR болса, негізі сол кезде сен ана сотрудниктерге бүйтіп, ананы жұмысқа шығару керексің, неважно, это же IT-компания, это же, я знаю, это IT-компания, себя сейчас позиционирует себя как ондай жаңағыдай шетелмен жұмыс жасаймыз, анау-мынау. ESG, все дела, мы такие прогрессивные. Да, там мы тебе даем фитнес, как это, то есть нафиг мне твой фитнес, если там у тебя харассмент под носом, например, да? И получается, ана қыз жазады, никакого ең соңында бастығы шақырады неге? Өзінің кабинетіне. Айтады, типа, қоя қойсай. Мен інім демек, короче, білмеймін, бірдеңе болады, короче. И сосын ол айтады, все, я не могу деп жұмыстан шығып кетеді. Это вот реальный кейс, я его не придумал, это реальный кейс, мен просто адамдардың аттарын айта алмаймын, потому что, я не хочу сейчас. Потому что мен ол кісіден негізі разрешение ұстаған жоқпын айтуға. И поэтому сол үшін общий айтып отырмын. Білген адамдар білетін шығар, наверное. Она молодец. Она молодец, я ее уважаю за это. Она сказала, иди нафиг. Это, может быть, потому что это миллениалы шығар. Это, они бездекретно, может быть, біз енді 93 жылғы біздің андай ғой. Қосыншы деген қалуы мүмкін әлі. Біз екі ненің ортасында қалып болғанбыз ғой. Бізде переход бар ғой. Иә, бізде переход бар. А ол жақта переход жоқ, уже 2000 жылдан бастап уже переход жоқ. Жоқ, көнбеймін. Болды. Ағашқысын ба, басқа? Нет. Да. И сейчас вот она уволилась и сейчас работает где-то там тоже в хорошем месте. Поэтому она при этом училась за границей. Швейцария, где нормальное образование, образование идеальное, английский отличный. То есть это сейчас вот происходит в данный момент. И харассменттің, значит, проблемасы бізде әлі күнге дейін. Өте үлкен. Может быть, на үлкен банктерде, которые уже үлкен деді жоқ шығар, но вот этот, может быть, не знаю. Есть? Есть. Есть. Көбісі просто түсінбейді да, бізде тренингтер өткізбейді харассмент бойынша. Харассмент не екенін бізге түсіндірмейді, поэтому ол бір мужчины возмущаются, это же комплимент деген сияқты, да, например. Ой, Тамирис бүгін сұлу кетіпсің ғой, не болды деген сияқты, да. То есть само вот это вот, они думают, это я делаю комплимент, но на самом деле он харасит. Я жаңағыдай лифтта тиісу, жаңағыдай лишний раз жаңағыдай комплимент айту, такого не должно быть. Бұл енді жаңа толқын, бұл идея қазір көптеген қазақстандықтар үшін жаңа болуы мүмкін. Біз қазір екеуміз как норма ретінде сөйлеп тұрмыз ғой. Қазір подкаст көріп отқанда мыналар қуады екен деп айтады. Нормально. Да, есінше жазыңдар комментарийға. Бірақ бұл жаңа толқын 1-2 жылда бұл өзгереді әрине. Заңға енгізетін болса, жұмыс орнындағы харассментпен өте үлкен күрес болады деген үміттемін. Маған қоятын сұрағың бар ма? Білмеймін, или может мен саған дұрыс қойды. Қай сұраққа мен саған қандай сұрақ қоймадым? Давай такой вопрос.
сұрақ қоймадым. Сен айтқың келіп осы подкастқа дайындалдың, осыны айтамын дедің, бірақ мен осы сұрақ қоймадым. Так. Біз көбіне жаңағы жұмысқа тұру. У тебя есть вопросы про гендерное равенство в целом, отношения с женой, вот эта тема? Сен көзқарасың қалай? Мысалы, менің подкастыма мен повесткасы сай келмейтін адамдар келмейді. Ол әйелге қатысты болсын, ер азаматқа қатысты болсын. Жігіттермен де өте аз подкастта. Және ол көзқарасы менімен келмесе, әйел құқықтары туралы айтпаса, әйел құқықтары дұрыс фем-оптикасы болмаса, келмейді ол. Сен бұл жердесің не только потому, что ты классный специалист, сен осы жерде отырсың, потому что сенің көзқарасың плюс-минус сай келетін сияқты. Гендерлік теңдікке көзқарасың, жалпы феминизмге көзқарасың. Бірақ мен ойлаймын, енді шетелдік компанияда істегеннен кейін мүмкін сол саған бір опыт болды ма, балалық кезден, жалпы сен қай кезде фем-оптика сенде қалай пайда болды? Мен негізі кішкентай кезінде қыздармен көп ойнайтынмын. Класс. Это был минусом для моих родителей. Папа всегда говорил: не қыздармен көп ойнайсың. Бар балаға шық, футбол ойна балдармен дейтін. И меня из-за этого часто булили в школе, потому что мен ауылда тұрдым. Ауылда әр қызға да, ұлға да уже әр адамның басында готовый не бар. Стереотипный картинка бар. Сен ерсің ба, ер баласың ба, сен осындай болуың керексің. Сен футбол ойнауың керексің, сен бүйтуің керексің, сен ананы істеуің керексің, сен мынаны істеуің керексің. Қызсың ба, сен үйде отыруың керексің, сен бүйтуің керексің, сен сөйтуің керексің. Короче, какие-то правила есть, плюс-минус, у всех какие-то. Они вот с этими правилами живут. Не знаю, вот так получилось, что мен соған сәйкес келмедім, из-за этого меня часто булили, то, что там кому-то не нравится моя манера разговора, то есть для кого-то это более женственное. Мой поход не нравится, потому что это не мужской поход. То есть разные эти темы были в детстве, и мне часто говорили, то есть, кыздеке, часто было такое. Я часто слышал, и из-за этого я всегда думал, типа, со мной что-то не то. Я всегда думал, что со мной что-то не то. Мне кажется, мама как раз-таки, чтобы вот это ограждать от всего этого, она, кажется, как раз-таки отправила меня туда. Тогда я не понимал. Просто я так сейчас анализирую все, почему так? Почему не моего брата не отправили? Почему сестру не отправили? Почему именно меня отправили? И мне часто такое говорили. Я в шоке. Сонда сен токсично-маскулинный болмағаның үшін? Это и до сих пор есть. Это же до сих пор есть. У нас, ағайындарым айтатын. То есть, не прямым текстом, но я 20 жасқа үйленбедім ғой. Екеуі ағайындарым сұрайтын, там, не гей ли ты? А у меня прямым текстом мне говорили. Я изначально вот так стоял, басына тұратынмын, типа, или там через кого-то айтатын, ой, саған, андай емес па, деп. Я такой, блядь, мен түсінбеймін, как так можно, блядь, как так можно? Позор. И это считается, кажется, нормой в этом. И, собственно, короче, вот такие очень у меня были плюс-минус этот. И менің бірақ мен өскен үйде папам ешқашан андай зорлық-зомбылық болмаған. Всегда было уважение от папы к маме. То есть я не видел никакого неуважения, ешқандай ештеңе көрген жоқпын, да. Поэтому у меня так получилось, что я рос, можно сказать, в хорошей семье, если не учесть то, что я outside, сырта, я получал какие-то другие экспириенсы, да, то есть, вот это. И так получилось то, что я когда вырос, я как-то автоматически начал по-другому, я по-другому думаю. Например, бізде үйде әйелім, мысалы, үйге келгенде тамақ пісірмей тұрса, или там ыдыс жуылмай тұрса, мен барып жуа саламын. Потому что это нормально. Екеуінің үйі ол. Иә, ол екеуміздің үйіміз, екеуміздің құрып жатқан союзымыз. Там тамақ піспей тұрса, мен вообще нормально, мен өзім пісіре саламын екеумізге. Там завтракке ұйықтап жатса, мен тұрғызбаймын оны, завтрак пісір маған деп. Барамда мен завтрак пісіремін. Иә, мен так шай ішпеймін, так что мен барамда екеумізге завтрак пісіремін, тұр деп. Часто бывает, изначально үйдегілер түсінбеді.
әлі может әлі түсінбейтін шығар кішкене ертең подкаст көргенде айтатын шығар неге айттың сен неге айтасың бізде деп но үйдегілер түсінбеді как так сен бүйтесің сөйтесің как так әйелің сені сөйтеді бүйтеді деген сияқты да бізде ақтауда енді плюс-минус әлі күнге дейін сондай бар кішкене да мысалы маған то что считается для меня нормой для них это не норма то есть до сих пор есть вот это то есть мен айтып отырмын ғой у меня в голове нет то есть мынау сенің жұмысың мынау менің жұмысым деген жоқ мы вместе делаем все вместе что-то решаем вместе какие-то покупки делаем то есть это все вместе пытаемся это все делать вместе и у нас есть еще бір не бар практика бар бұрында көп істейтінбіз қазір көп істемеймін аптасына бір рет үш айтамыз үш затты то что тебе понравилось осы аптада что тебе не понравилось чтобы ішімізде сақтамау үшін запишите лайфхак и это очень помогает то есть иногда мен өзім скорпионмын мен өзім ішіме көп сақтаймын а это мне очень помогает в том что например болады сен сол кезде айтпай қалдың там потому что другие люди были но ішіне сақтап қалдым потому что ол жиналып бір күні атылуы мүмкін конечно сол үшін чтобы потому что мен әйелім психолог почти да 3 жыл 4 жыл ма оқып психолог болайын деп жатыр енді конечно она вообще бизнес-вумен она бизнес делает но параллельно жүріп психология оқыған ғой сондықтан соның өзінің несі да жаңағы практикалары и очень мне помогает в плане то что я внутри себя ничего не держу уже мы 3 то, что нам понравилось, говорим, и 3 то, что нам не понравилось, и что мы можем с этим делать. Это очень помогает, если сізде қазір ондай жоқ болса, обязательно внедрите, потому что көп жігіттер ішіндегі заттарын айтпайды ғой. Там әртүрлі неге байланысты. Стереотип көп. Стереотипке байланысты. Әлсіздік сияқты бір, саған ұнамаған нәрсе. Әлсіздік сияқты, да, там ұнамай қалды. Чтобы вот этот, анау, соны как раз таки раскрывать етеді. Ол ойлайды, потому что ол жаңа үш нені ойлап жатқан кезде бәсөде где-то қалып қойған жаңағыдай ұнамаған затын ол бәсөде есіне түсіреді де айтады. А это как раз таки сіздің бракқа көп көмектеседі, чтобы не было каких-то там айтылмай қалған сөздер, проблемалар болмас үшін. Команда болуға, вот спачат етуге, бірлесуге өте жақсы классный лайфхак. Запишите себе обязательно. Рекрутер ретінде саған келемін деген немесе болашақта 4-5 жылдан кейін саған келемін дейтіндер бар шығар. Жаңадан IT салаға келіп жатқандарға бір жақсы бір сондай бір лайфхак айтшы. Лайфхак. Біріншіден IT саласының минимальный базасын бір жылда оқып алыңыздар. Фундамент дейді, ол IT-да ешқашанда көп неге сене бермеңіздер. Жаңағыдай 5 айда үйретемін, 5 айда қазір сенде уже тек миллионнан астам ақша табасыңдар деген олар тек реклама. Ол пандемияның кезінде кішкене болды ондай кейбір нелер, где барлық онлайн бизнес онлайнға көшіп кетті и критически не хватало сотрудников, и они брали всех. Сейчас уже пандемия бітті, ондай жоқ. Ол сезон, ол уақыт өтіп кетті. Қазір кішкене қиындау. Но қиындау это не значит, что невозможно. Поэтому бірінші, если IT сізге ұнайтын болса, IT деген көбі ойлап жатады тек технический деп. IT деген ол жалғыз техникалық мамандықтар емес, ол жалғыз техниканы технически какие-то разработканы білмейсіз, ол жақта и гуманитар да бар. IT-да ол жаңағы любой oil and gas, любой сфера сияқты оның ішінде миллион направлений бар. Поэтому не думайте только то, что IT-ға тек математика керек деп. Бұл жерде математика, если бір разработке баратын болсаңыз, керек, но басқа да саласы бар, сондықтан да смело кіре беріңіздер. Бір жыл минимум фундаментін оқып аласыздар, а гуманитарға даже бір жылдан аз. Если честно, гуманитар дегеніміз бұл тот же рекрутер. HR сферасы, HR мамандығы тоже IT-да екі есе көп алады, чем обычный HR. Тот же бухгалтер тоже, кстати, есть в IT. Это дизайнеры, UX, UI дегендер бар. Это продакт оунеры дейді, это те люди, которые отвечают за продукт в целом, которые тот же, например. Маркетолог. Да, маркетолог, бизнес-аналитики, которые анализируют твой бизнес и в целом общаются с заказчиками. Очень много, на самом деле, тот же есіме түспей жатыр, негізі көп. Оны өзіңіз қарап алсаңыз болады.
бірінші направление таңдайсыз, ұнаған направлениеңізді, сосын как минимум 1-2 жылда неге қазақстанский бір компаниядан жақсы опыт алып алыңыздар. Потому что қазақстанский компания всегда это хорошая школа. ТШО деген үлкен андай компаниялар бар, американский компаниялар бізде. Олар өте жақсы не береді. Школада өте жақсы фундамент береді. Бізде Назарбаевтан бітірген көп нелерді, студенттерді сояққа алатын біз жұмысқа. Потому что Назарбаевтан күшті не шығатындай. Уже готовыми проектами, уже көп затты біліп шығады. Сондықтан 2 жыл Қазақстанда, 1-2 жыл Қазақстанда жұмыс істегеннен кейін барып, уже сіз жаңағы как себя продавать, как общаться с людьми, как общаться с заказчиками, соны специально енді оны да үйренуге болады. Әртүрлі Google-мен, әртүрлі немен қандай сұрақ қою керек. Это тоже навык, который можно научиться. Соны істейсіз, да, потом технические навыктарыңызды всегда будьте информированы, что происходит на рынке. Потом уже жайлап 3 жылдан бастап, я сейчас могу сказать, то, что минимум 2 жыл, 3 жыл опыты барлар уже жұмыс істеп жатыр. Көбінесе қазір айтпақшы Middle East, мына Ближний Восток бар ғой не? Сауд Арабия, Катар, Арабский Эмират көп жұмысқа алады удаленно. Ол жақта да қазір бум болып жатыр стартаптардың. Ол жақтар, они тоже хотят качественных, они тоже хотят умных, хороших инженеров, поэтому они тоже очень много набирают из Казахстана. Я часто вижу то, что многие сейчас работают в Катаре, многие работают в Саудовской Аравии, потому что там сейчас деньги вливаются дофига в IT-сферу, и сейчас все хватается вот так. Поэтому есть шанс, если сен 2 жыл опытын болсан, попробуй там сперва. Потом уже все, потом жайлап, уже 5-6 жыл опытын болса, ты уже на расхват. Минимум 5-6 жыл опытын болса, ты уже на расхват, ты примерно аптасына, айына 2 шофер қолында отырады всегда. Класс. Это же 5-6 жыл деген не ол? Дым емес қой ол? Да. И такая возможность. Да. Потому что, например, скрам-мастер деген бар позиция, да? Не сложно, но они много получают. Но вообще никто не знает. Почему? Потому что мы просто не информируем, почему-то мы до сих пор неге түсіп атамыз жаңағыдай. Қазір енді бухгалтер ешкім түспейтін шығар. Неге? Түсе ма? Түседі әрине. Короче, мен ойлаймын, мектептік системаға консультант отыру керек, который отвечает за направление ученика, что он хочет. То есть ученик, мысалы, менің кезімде ондай болған жоқ, мамам жаңағыдай, ой, сен бухгалтер таңдай сал деді, да? А если был бы там человек, который консультирует меня, что он мне даст там, вот здесь вот такие позиции есть, они вот в течение 5 лет будут очень большими, да? Здесь можно работать, здесь дата инжиниринг деген позиция бар. Здесь деп сөйтіп маған направление беретін болса, например, мен ата-ана, мысалы, мен скоро ждем ребенка, я бы заплатил бы за это. Да. Но у нас вообще такого нет. И мен өзім ойыма 2 стартап келеді, идея насчет этого. Я насчет этого тоже думаю. Профориентация үлкен бөл. Да. Бізде әлі жоқ ондай. Бізде рекрутерлер бар, но оказалось, LinkedIn-нан көргем өте аз. Өте аз профориентация. Поэтому мен блогым үлкен емес. Енді бастадым деп отырмын, но до сих пор люди там пишут. Мен потому что осы жүргізем. Қазақша жүргізем десем, вот пока не получается. Қазақша көп оқымаймын, түсінбеймін. Короче, мен уақытым жоқ, біріншіден соң уақытымды арнап, жұмыс ретінде алайын деп отырмын. Екінші жұмысым ретінде, прям соған көңілімді бөліп, қарап, помочь людям и при этом монетизировать это. Супер. Классно. Мирас, енді менің оқырмандарыма соңғы саған жаңа айтып жатсың ғой, дополнительно IT-да өзіне IT саласында мансап қуам, карьера жасаймын деген адам үнемі оқып жүру керек. Кітаптар болсын, бір арнайы оқу бағдарламалары болсын. Мен өзім тарапынан Астана Хабтың бағдарламаларын кеңес берем. Қарауға мен үнемі жарнама жасап отырамын. Бесплатно ғой, тегін, иә. Астана қаласының өзінде әлем скул бар. Ол жақта да оқуға түсіп, біраз жаңа тәжірибе жинауға болады. Сен өзің қандай оқу әдістемелік бағдарламаларды, қандай мүмкін арнайы сайттар бар шығар, кітаптар бар шығар, өзіңнің топ дейтін сондай
ақпараттарды бөліссең. Сол ссылкаларды кейін біз қоямыз не видеоның астына немесе былай көрсетіп. Біріншіден көп бағдарламаға мен айтатын бағдарламама көп ағылшынша білу керек. Себебі көп бесплатные нелер, ресурстар, которые можно научиться в IT, это очень много доступны на английском языке, пока что, к сожалению. Но Астана Хабта мен көрген жоқпын, но Астана Хабта он на русском, на казахском? Орысша, қазақша. Ну вот, идеально, зачем вам идти туда, когда у вас есть Астана Хаб? Минимально, несі, да? Ну, минимально я бы начал вот... Көбі еще бізде стереотип бар, IT-ға келу кішкене қымбат деп. Вот соны алып тастаңыз басыңыздан, то, что үлкен ақша керек, чтобы войти в эту сферу. Нету такого. Сейчас из-за того, что IT мемлекет қолдап жатқаннан кейін IT саласын біріншіден ағылшынша білетін жандарға айтып кетейін. Те, кто знает английский, но не знает IT-сферу, есть Google'дың официальный сайтында 5 па 6 ма не бар. Бесплатная сертификация бар. Бесплатный Google'дың официальный компаниясы үйретеді project managementқа, data engineeringқа, тестировщикқа, кажется. То есть 5 мамандық бар, которые сен 4-5 аптаның ішінде прям бесплатно оқып, сертификат аласың официально от Google. Это все бесплатно. Да, это тебе даст хотя бы какое-то понятие, куда тебе идти. Екінші, Coursera деген бар. Мұны көбі білет, бізде севана еңбек кезет па? Иногда сол жыл сайын жұмыс істемейтіндерге бесплатно не береді. Сол жаққа оқуға бағдарламасын береді. На самом деле это үлкен платформа IT саласына кіруге. То есть получается, если сізде ақша қимасаңыз, ода мындай не бар, лайфхак бар. Любой неге жаңағы любой мысалы тестировщик болғыңыз келді, мысалы, общий IT фундаментті оқығыңыз келді, не обязательно покупать сертификат, можно пройти полностью этот лекций, но за сертификатқа келген кезде төлемесеңіз болады, но вот эти знания можно получить бесплатно. Супер. Coursera Udemy деген бар, тоже как не Coursera сияқты, тоже платформа, көп, ода бесплатно, тоже такой же бесплатно оқисыңыз, бірақ сертификат алатын кезде төлеу керек бар. Ну, это стоит там $10. Ну, скажем так, да, оплатите, если хотите, например. Если не хотите, вот бесплатно. Екіншісінде орысшаға мен қазір көп көремін. Астана Хабты бірінші айтуға болады шығар енді, потому что фундамент алуға. Екіншісі Яндекстің көп көрем, Яндекс өте көп бағдарлама береді, иә. Яндекстің, мысалы, мен продакт онер деп жазсам қазір неге Google'ға, Яндекстің не шығады сразу, реклама шығады, бесплатно саған фундамент береді продакт онерға. Вот оқимын дегенге негізі жетеді. Просто желание болу керек қой. И сосын әртүрлі кітаптар, там по алгоритмам жаңағы, если сіз разработчик болатын болсаңыз, минимальный алгоритмдарды, математиканың барлығын білу керек болады. Сондықтан да кітаптар оқисыз минимальный. Сосын тағы. Негізі Google'ға жазсаңыз, тағы 1-2 ресурстар бар Қазақстанда, ұмытып қалатын аттарын, потом қайтып жіберемін ссылкасын. Там, получается, есть бесплатный онлайн не берет, знания беретін платформалар бар қазір. Но атын ұмытып қалатын, бірақ потом жіберемін. Хорошо, мына жерге монтажға шығады ғой. Да. Немесе астына ссылка қалдырамыз. Тебе понравился сегодня разговор? Да, очень. Надо ма? Рахмет. Жақсы ма? Айттың ба бәрін? Қазақша, бүкіл қазақшаны жинап. Рахмет. Айттым саған, рахмет. Рахмет келгеніне. Было информативно. Маған өте пайдалы болды, менің оқырмандарыма да. Яғни менің мақсатым оқырмандарыма жаңа белестерді, жаңа горизонттарды көрсету. Осындай мүмкіндік бар, кішкене оқысаң, әрекет етсең, және осындай адамдар бар, өзіміздің қарапайым қазақ жігіттері бар. Осындай Қазақстаннан болсын, бірінші кезекте мен ойлаймын, қазақстандық специалистерге жұмыс тауып беруге они всегда приоритет. Приоритет болатын білем ғой. Содан кейін сол рахмет саған келгеніңе, өзіңнің ойыңмен бөліскеніңе, лайфхактармен бөліскеніңе. Маған өте пайдалы болды, оқырмандарға да пайдалы болған шығар. Жолдастар, каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгінгі қонақ туралы ойларыңызды бөлісіңіздер. Сен не айтасың? Роза, рахмет. То, что шақырғаныңыз бір негізі 2-3 апта танимын сені. То, что сразу
конечно бүйтіп басын танысқан кезде ойламадым сразу тек осындай сіздің жаңағы софт скилліңіз до такой степени высокий, то что любой адамды жаңағы баурап аласыз да өзіңіздің неңізбен. Мен де қуаныштымын, то что бүгін осындай подкастқа өзімнің знаниемді, өзімнің осындай өткен қазіргі болып жатқан осыған дейін өткен жаңағы жолымды жаңағы айтқаныма да, себебі біреулерге қазір өзін іздеп жүрген адамдарға көп қазір өз мамандығын ұнамайды, бірақ новый не іздеп жүреді, направление жүреді. Соған кішкене де болса да көмек болды деп ойлаймын. Жолдастар, каналға жазылып, лайк қойып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жазылған кезде мындай қоңырауша шығады, соны да басу керек. Сол кезде жаңа эпизодтарды жіберіп алмайсыздар. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана. Тегерек теңдік, еркіндік тегерек